Сар өткенде дейтін бір жылқыны сойып алдық қой қысқа соғымға. Соның дейтін еттерін бәрін жинап алайық деп балам екеуміз сарайға келдік те, оның алдында бір жілік алғанбыз, түйенің жілігін. Оның бәрі күшті болып кеуіп тұр екен. Үйден табақ алып шығуға ұмытып кетіппін. Сарайда дейтін тап-таза коробкалар бар еді, соларға салып алдық та. Содан кейін барып жылқының көкпөшкеге етін ұстағанбыз ғой. Соны жайып алайық деп екеуміз бетінде коробкалардың бәрін алып Дәулет бастап жайды. Мен дейтін қазылардан бастап 2, 3, 4 қазы. Сосын ажаннан қазір тағы да екінші табақтан қазыларымды алып келем. Оларды да жайдым. 1, 2, 3, 4, 5. Үшім дейтін 10-ның үстінде негізі қазы шықты. Ана қазылар дейтін слишком ұзын да дейтін нелері. Шектері ұзын болды. Екіге негізі бөлсе где-то дейтін 15-16 қазыдай шығу керек еді. Бірақ та дейтін мен солай жасадым. Содан кейін барып еттерімізді ненің сетканың үстіне полностью жайдық. Одан кейін барып тағы да астында тағы да еттен толып тұр. Оның ар жағында еще қоңырға сүріледі тағы ет бар да. Мен оның бәрін қайда жаямыз деп ойланып, жан-жағыма қарап жіп іздеп едім, жіп те таба алған жоқ. Жақсы көрерміз деп. Мына сетканың үсті толып кетті, енді қайда жаямыз деп. Үстіне жайма деп отырмын балама. Бір мезгілде келдік те, тағы да дейтін мына жағына коробкаларды жайып, сандықтың үстіне жайдық коробкаларды. Одан кейін дейтін бер жағында дейтін столдар тұр еді, соның үстіне коробка жайып, әйтеуір дейтін балықтарды қой екеуміз, балам екеуміз. Шүкір деймін да, Аллаға сансыз шүкір, осындай нығмет ризық беріп қойғанына. Шүкір, альхамдулилля. Қазір жасадым, етіміз мол. Бұйырса осы етпен осы қыстан шығамыз деп ойлаймын. Рақат, өзіміздікі таза, адал. Бұйырған шетіне жеп жатырық, сорпа жасап жатырық, балдарға қазымыз бар, мантымыз бар, самсамыз бар. Әйтеуір шүкір бәрінде шетінен алып тек ойымызға келген білгеніміз жасап жатырық қой үшім дейтін. Шетінен аламыз да тек фаршпен дейтін анан жасай қоямыз, мынан жасай қоямыз. Альхамдулилля деп жатырмын. Осындай ризықтан айырмасын Алла Тағала деп жатырмын. Тұзы, бұрышы сіңген, чесногы бәрі иісі дейтін күшті болып тұр. Ал біздерге ас болсын. Сізге көп рахмет.